Good day, dear students. How is it going? Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып People's Book кітабындағы 8-ші және 9-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Яғни көріп тұрғандарыңыздай 8-ші бетте бізде әңгіме берілген, сол әңгімені оқып бірге аударайық. Exercise number 11. Listen and read. Тыңда және оқы. Бірінші Liam. Hey Lily, hey Daisy, are you staying in? You usually go out on Saturday. Hey Lily, hey Daisy дейді. Сендер іште қаласыңдар ма дейді. Әдетте сендер сенбі күні сыртқа шығушы едіңдер ғой дейді. Лили жауап береді. I'm not sure, we are just reading some magazines дейді. Мен сенімді емеспін дейді. Біз журнал оқып жатырмыз дейді. Келесі екінші суретке назар аударайық. Daisy. What are you doing, Liam? Liam, сен не істеп жатырсың дейді. Liam жауап береді. Oh, I'm sending a text message to Jake. That's funny. He's not answering. He always answers straight away. Мен Джейкке хабарлама жіберіп жатырмын дейді. Яғни хабарлама жазып жатырмын дейді. Бұл қызықты дейді. Ол жауап бермей жатыр дейді. Ол әрдайым хабарламаға бірден жауап беретін дейді. Үшінші суретке назар аударайық. Lily, give him a ring at home then. Lily айтады. Ендеше оған үйден хабарлас дейді. Liam, hey Jake, it's me Liam. Hey Jake, бұл мен Liamмын дейді. Jake, hold on Liam, I'm just putting you on speakerphone. Күте тұр Liam, мен сені динамикке қойып жатырмын дейді. Яғни дауысын қатты шығаратын нәрсеге. Келесі суретке қараймыз. Liam, what are you doing? Не істеп жатырсың дейді. Jake жауап береді. I'm practicing my new hobby дейді. Мен өзімнің жаңа хоббиіме дайындалып жатырмын дейді. Яғни практика жасап жатырмын дейді. Liam айтады. New hobby? Jake, what's all that noise, Jake? Жаңа хоббиме? Jake, бұл не дауыс, не шум дейді. Яғни не шу болып жатыр, Jake дейді. Келесі суретке назар аударайық. Daisy айтады. What's wrong, Liam? Liam, не нәрсе дұрыс емес, не болып қалды деп сұрап жатыр. Liam, I don't know, but I'm going round to Jake's house. Мен білмеймін дейді, бірақ мен Джейктің үйіне бармақшымын дейді. Lily айтады. Wait for us, we are coming with you. Бізді күт, біз сенмен бірге барамыз дейді. Келесі соңғы суретке қарайық. Liam айтады. Is that your new hobby? Бұл сенің жаңа хоббиің бе деп сұрап жатыр Liam. Jake, no, my new hobby is juggling, but I'm not very good at it. Жоқ, менің жаңа хоббиім juggling, яғни циркте жасайды ғой, сондай ойын лақтырып, сондай дейді. Бірақ мен одан жақсы емеспін дейді, яғни жақсы ойнай алмаймын дейді. Daisy айтады. Never mind, doing jigsaw puzzle is a good hobby too дейді. Ештеңе етпейді дейді. Пазл құрастыру да жақсы хобби дейді. Ендеше оқушылар 12-ші жаттығуды орындайық. Exercise number 12. Read the story and complete. Берілген әңгімені оқы және де толықтырып жаз дейді. Көріп тұрғандарыңыздай әңгімеде берілген сөйлемдер, сол сөйлемдерге қарап сөздер түсіп қалған, сол сөздерді жазуымыз қажет. Біріншісінде Liam sends a text message to Jake, but he doesn't answer it болады. Яғни оған Jake жауап берген жоқ хабарламасына. Liam gives him a ring сөзін жазамыз. And he can hear some strange noises. They decide to go to Jake's house. Болады. Бұл жерге house деп жазамыз. Яғни Jake'тің үйіне бармақшы болды. Барамыз деп шешім қабылдады дейді. Соңғысы they find Jake practicing his new hobby болады. Бұл жерге juggling. Осылай жазасыздар оқушылар. Келесі exercise number 13, 13-ші жаттығу. Choose дейді, таңда дейді. Жай ғана біз қарамен берілген екі сөздің, яғни сөйлемнің біреуін таңдаймыз. Hi Нұржан is Жания. Never mind немесе hold on бұл жерге. I'm putting you on speakerphone. Бұл жерге оқушылар hold on болады, яғни күте тұр деген. Ал never mind деген ештеңе етпейді деген. Бұл жерге сөйлемнің мағынасына қарай hold onды қоямыз. Келесі екінші сөйлем. I'm going round to Нұрлан's house. Wait for me немесе give me your ring.
Бұл жерге оқушылар сөйлемнің мағынасына қарай wait for me болады. Яғни мені күт. I'm coming with you. Мен сенімен бармақшысымын дейді. Келесі exercise number 14, 14-ші жаттығу act out the story деген. Яғни осы берілген әңгімені солай қойылым жасаңыздар дейді сыныпта. Яғни сахналау деген. Келесі 15-ші жаттығуда оқушылар exercise number 15 диалог берілген, Ол диалогқа оқушылар сіздер осы диалогқа ұқсас тағы диалог құруларыңыз қажет достарыңызбен бірге қасыңыздағы, Ендеше осы диалогты берілген оқып аударайық, және де өздеріңіз аттарын, сөздерін өзгертіп, жасымен берілген сөздерді ғана өзгертіп, дәл осылай диалог құрасаңыздар болады. Бірінші ұлан, Hey Dana, are you staying in? You usually go out on Saturday. Hey Dana, сен іште қаласың ба дейді. Сен әдетте сенбі күні, яғни Saturday сенбі күні сыртқа шығатын едің ғой дейді. Яғни далаға шығатын еді, go out сыртқа. Келесі Dana, I'm not sure, I'm just playing a video game. What are you doing? Мен сен демеспін, яғни мен білмеймін дейді. Мен жай ғана үйде не істеп жатырмын дейді. Видео ойындарын ойнап жатырмын дейді. Ал сен не істеп жатырсың деп сұрап жатыр ұланға. Ұлан, I'm practicing my new hobby. Мен өзімнің жаңа хоббиіме дайындалып жатырмын дейді. Практика жасап жатырмын, жалпы үйреніп жатырмын деген, Дана айтады, new hobby, жаңа хобби ме? Yes, I'm juggling. Мен, яғни juggling, циркті көрсететін ойындардың түрі, соны ойнап істеп жатырмын дейді. Juggling, hold on, I'm coming over, I want to try it too. Juggling бе, күте тұр, мен де, яғни байқап көргім келеді дейді. Келесі exercise number 16, listen, point and repeat. Бұл жерде оқушылар дыбыстардың айтылуы және соған берілген тапсырма. J және G әрпі. J және G әрпі. J-де көріп тұрғандарыңыздай бірінші тұрған әріп. Jellyfish деген сөз берілген. Және де jewelry. Бұлар оқушылар J деп оқылады. Келесі ол бізде жай ғана G әрпі. G ол бізде giant and gem деп оқылады. Енді оқушылар 17-ші жаттығуды осы 16-ші жаттығудағы сөздермен толықтырып орындаймыз. Міне бұлай жазылады. The giant jellyfish is juggling with some jewelry and the gems.